Физика 7-ci sınıf bölümü жұмыс қуат энергия сабақтың тақырыбы механикалық жұмыс қуат. Әзірлеген Мирхан Бақытгүл Қанатқызы Тараз қаласы Шонас Маханұлы атындағы номер 44 орта мектебінің физика пәні мұғалімі. Сабақтың тақырыбы механикалық жұмыс қуат. Оқу мақсаттары: механикалық жұмыстың физикалық мағынасын түсіну, қуаттың физикалық мағынасын түсіну, А тең F көбейтілген S формуласы бойынша механикалық жұмыс есептеу, А тең F көбейтілген S, N тең А бөлінген Т, N тең F көбейтілген В формулалары бойынша механикалық жұмыс пен қуатты есептеу. Механикалық жұмыс. Жұмыс терминінің физика ғылымына 1826 жылы француз ғалымы Понцеле енгізген. Жұмыс және механикалық жұмыс терминдерінің арасындағы айырмашылық: механикалық жұмыс кезінде дене міндетті түрде қандай да бір күштің әсерінен орын ауыстыруы қажет. Механикалық жұмыс күш әрекетінен дене орын ауыстырғанда атқарылатын жұмысты айтамыз. Механикалық жұмыстың формуласы: механикалық жұмыс тең күш көбейтілген орын ауыстыру, А тең F көбейтілген S. Бұл жерден F-ті тапсақ, F тең А бөлінген S. Бұл жерден S-ті тапсақ, S тең А бөлінген F. Халықаралық бірліктер жүйесінде А тең Ньютон көбейтілген метр тең болады джоульға. Механикалық жұмыс атқару үшін қандай шарттар орындалу керек? Механикалық жұмыс жасау үшін күш жұмсалу қажет. Дене орын ауыстыру қажет. Мына суреттен байқағандарыңыздағыдай күш жұмсау арқылы орын ауыстыру, күшті итеру арқылы орын ауыстырып тұр. Механикалық қуат. Қуат бірліктері. Жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайтын физикалық скаляр шаманы қуат деп атайды. Қуат механикалық жұмыстың сол жұмысқа істеуге кеткен уақыттың қатынасына өрнектеледі. N тең А бөлінген Т. Қуаттың өлшем бірлігі ретінде ватт деген шама алынған. Халықаралық бірліктер жүйесінде N тең джоуль бөлінген секунд тең ваттқа. 1 ватт тең 1 джоуль бөлінген 1 секунд. Тапсырма 1. Машина 72 км/сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалып келеді. Егер оның моторының тарту күші 2 кН болса, онда ол 10 секундта қанша жұмыс атқарады? Қане балалар, есептейік. Шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-да жазады. Есептерді шешуде жұмыс формуласын қолданады. Жұмысты есептейді. Жарайсыздар. Тапсырма 2. Массалары 1-2 бала үйдің 3-ші қабатына жарыса жүгіріп шықты. Олардың бірі 15 секундта, екіншісі 20 секундта, 3-ші қабатқа шыққан болса, қайсының қуаты көп болады? Есептейік. Жарайсыздар. Есептерді шешуде қуат формуласын қолданады, қуатты салыстырады. Енді рефлексия жетістік баспалдағы. Мен күткендей болмады. Үнемі бірақ ұсынысым бар. Маған қызықты үйрендім. Дегенде біз QGIS программасы арқылы жетістік баспалдағын көреміз. Кәні балалар мұна нені басып ойнайық. Кәнеки бастайық. Қазір жазыңыздар кодын. Сонымен бастаймыз. Мен бастадым. Bir адам қосылды.
болдыру үшін осы қателермен жұмыстар атқарылады. Назарларыңызға рахмет.